күн, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Айтбақаева Гаухар. Бүгін біз сіздермен есімдіктер және to be етістігінің грамматикалық құрылымдарын үйренеміз. Есімдіктер есім сөздердің атын, белгісін, санын атамай тек нұсқап меңзеп көрсетеді де, олардың орнына қолданылады. Ағылшын тілінде бірнеше есімдіктер бар. Біз сіздермен бүгін personal pronouns, яғни жіктеу есімдігіне тоқталамыз. Жекеше түрінің есімдіктері. I, you, he, ер адамдарға қатысты айтылады. She, әйел адамдарға қатысты. It, жансыз заттар мен жануарларға қатысты айтылады. Көпшілік түрінің есімдіктері we, you және they. You есімдігі жекеше түрде сен, сыпайы түрінде сіз және көпшілік түрінде сендер, сыпайы түрінде сіздерге қатысты қолданылады. Дыбысталуын есте сақтау үшін тағы бір мәрте оқимын, тыңдаймыз, қайталаймыз. I, you, he, she, it, we, you, they. To be етістігінің мағынасы болу, табылу деген ұғымды білдіреді. Ағылшын тіліндегі өзге де етістіктерден айырмашылығы to be етістігі жіктеледі және көптеледі. Сонымен to be етістігінің формалары am, is, are. Егер қазақ тіл және орыс тілінде сөйлемдер етістіктің көмегінсіз кездессе, ағылшын тілінде міндетті түрде етістік қойылу қажет. Мысалы, мен жазушымын сөйлемінде етістік жоқ. Ағылшын тілінде to be етістігін қоямыз. Мысалы, I am a writer. Мен жазушымын. She is a teacher. Ол мұғалім. To be етістігімен қолданылатын есімдіктерді қарастырамыз. Am етістігімен I есімдігі ғана қолданылады. Келесі is етістігімен he, she және it есімдіктері қолданылады. Are көпшілік түрдегі етістігімен we, you, they есімдіктері қолданылады. Дыбысталуын есте сақтау үшін тағы бір мәрте оқимын, тыңдаймыз, қайталаймыз. I, he, she, it, we, you, they. Біз сіздермен болымды түрінің жасалу түрін үйренеміз. Positive form, болымды түрі. To be етістігі есімдіктен кейін қолданылады. Мысалы, I am a student. Мен студентпін. He is a student. Ол студент, яғни ер балаға қатысты. She is a student. Ол студент, қыз бала жайында айтылғанда. Және көпшілік түрдегі мысал we are students. Біз студентпіз. To be етістігі жіктеу есімдіктермен бірге қысқартуға болады. Мысалы, I'm, he's, she's, we're. Есімдіктен кейін қойылған мына белгі апостроф деп аталады. To be етістігі сөйлемнің сұраулы және болымсыз түрін жасау үшін қосымша етістікті қажет етеді. Болымсыз түрін жасау үшін to be етістігінен кейін not демеулігі қойылады. Мысалы, I am not a student. Мен студент емеспін. He is not a student. Ол студент емес. She is not a student. Ол студент емес, яғни қыз балаға қатысты сөйлем болса. We are not students. Біз студент емеспіз. To be етістігімен not демеулігін қысқартуға болады болымсыз сөйлемде. Тек ескеретін жағдай am not ешқашан қысқармайды. Is not isn't, are not aren't ол қысқарады.
Interrogative form, сұраулы түрі. To be етістігінің сұраулы түрін жасау үшін to be етістігі есімдіктің алдына қойылады. Мысалы, are you a doctor? Сен дәрігерсің бе? Немесе сіз дәрігерсіз бе сұрағына yes, I am a doctor. Я, мен дәрігермін. Немесе болымсыз түрінде no, I am not a doctor де жауап беруге болады. Келесі мысал, is he Omar? Ол Омар ма сұрағына yes, he is Omar. Немесе болымсыз түрінде no, he is not Omar. He is Дәурен деп жауап беруге болады. Келесі мысал, is she at school? Ол мектепте ме? Яғни қыз балаға қатысты сұрақ. Болымды түрінде yes, she is at school. Я, ол мектепте. Немесе болымсыз түрінде no, she is not. She is at home. Келесі мысал, are they singers? Олар әншілер ме? Yes, they are singers. Я, олар әншілер. Немесе болымсыз түрінде no, they are not. They are students деп жауап беруге болады. Дыбысталуын, оқылуын есте сақтау үшін тағы бір мәрте оқимын, тыңдаймыз, қайталаймыз. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Немесе no, I am not a doctor. Is he Omar? Yes, he is Omar. No, he is not Omar. He is Дәурен. Келесі мысал, is she at school? Yes, she is at school. No, she is not. She is at home. Are they singers? Yes, they are singers. No, they are not. They are students. Өткен тақырыпты бекіту үшін to be етістігінің болымды, болымсыз және сұраулы түріндегі формасын қойып, сөйлемді аяқтаңыздар. Тапсырманы тексереміз. He is not from France. He is from Kazakhstan. Яғни, ол Франциядан емес, ол Қазақстаннан. Бірінші сөйлем болымсыз түрінде, екінші болымды. He is not from France. He is from Kazakhstan. My sister is a teacher. Менің әпкем мұғалім. My sister is a teacher. My granny is from Astana. Менің әжем Астанадан. My granny is from Astana. My mother is in the living room. Менің анам қонақ бөлмеде. My mother is in the living room. Келесі сөйлем. I am 15. Мен 15-темін. I am 15. He is a pilot. Ол ұшқыш. He is a pilot. Сұраулы түрінде сөйлем. Are we ready to go? Біз шығуға дайынбыз ба? Are we ready to go? Is he married? Ол үйленген бе? Is he married? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.